Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Төлепберген Әбдірашев атындағы нөмірі 230 орта мектептің тарих пәні мұғалімі Жанымболат Бекбол Батырханұлы. Бір мектеп бір дағды жобасы бойынша қорғаған менің жобам One School, One Skill, бір мектеп бір жоба. Бұл ретте оқушылардың бойында hard skills, қатты және soft skills икемді дағдыларды, сонымен қатар 4К моделі және IQ, интеллектуалдық квотиент ойлау интеллектісін қалыптастыру жолдары туралы әріптестеріммен тәжірибе алмаспақшымын. Бір мектеп бір дағды жобасының мақсаты әрбір оқушыда бір дағдыны қабілетті және машықты дамыту арқылы олардың кәсіби және тұлғааралық дамуына жағдай жасау. Мектептің барлық ұжымы бірігіп, оқу процесінде тұрақты дағдылар қалыптастыруды бағытқа алу. Оқушылардың өз бетінше жұмыс жасау қабілетін, шығармашылық және танымдық белсенділігін арттыру, білім беру процесінде тәжірибені жүйелі түрде қолдану арқылы сапаны көтеру болып табылады. Бұл жерде білім, қоғамдық тарихи тәжірибеде тексеруден өткізілген ақиқатты тану процесінің нәтижесі, ақиқаттың адам санасында ұғым, пікір, теория түріндегі адекватты бейнесі болып есептеледі. Дағды, жаттығу нәтижесінде автоматтандырылған әрекеттер, іскерлік, қамтылған білім мен дағды бірлігінде адам тарапынан меңгерілетін әрекеттерді орындаудың әдіс тәсілдері жиынтығы. Қазір әлемде сәттілікке жету үшін тек терең білім мен тәжірибе жеткіліксіз болып саналады. Бізге одан да көп нәрсе қажет. Бұл ретте 20 ғасырдың мынандай дағдылары қалыптастырылған. Жалпы дағдылар, олар hard skills, техникамен жұмыс істей білу нәтижесін тексеру және өлшеуге болатын нақты жұмыстарды орындауға қабілеттілік. Икемді дағдылар, soft skills, кең ауқымда қолданылады және кәсіби қызмет аясымен шектелмейді. Қосымша тағы да өзін-өзі дамытуға бейімдейді. Бұл жерде 4К моделі сыни ойлау, креативті ойлау, қарым-қатынас коммуникация және кооперация, командалық жұмыс, әріптестік. Мектептің даму жоспарында 4К, soft, hard skills және IQ енгізудің маңызы. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушыны тек біліммен қамтамасыз етуде емес, ғылыми, әлеуметтік, тұлғалық және кәсіби тұрғыдан толық дамыған тұлға қалыптастыруды мақсат етеді. Сондықтан мектептің даму жоспарында 4К моделі, soft, hard skills және IQ дағдыларын дамыту ерекше маңызды деп есептейміз. Әр маман үшін қай дағды маңызды? Бүгінде кез келген маманның жетістігі тек кәсіби біліктілікке ғана байланысты емес. 21 ғасырда технологияның дамып, жұмыс күші автоматтандырылып жатқанда табысты болу үшін тек техникалық білім жеткіліксіз. Сондықтан дағдылар екіге бөлінеді. Hard skills белгілі бір саладағы техникалық білім мен кәсіби дағдылар. Олардың нақты міндеттерді орындауға қажетті және оқу арқылы меңгеріледі. Мысалы, бағдарламалау, қаржылық есеп немесе жобалау қабілеті. Soft skills, коммуникация, креативтілік, эмоциялық интеллект, командада жұмыс істеу сияқты тұлғалық қасиеттер. Бұл дағдылар адамның жұмысқа деген көзқарасын, шешім қабылдауын және ортаға бейімделуін анықтайды. Жасанды интеллект дәуірінде soft skills неге маңызды? Алдағы 5-10 жылда көптеген техникалық мамандықтарды автоматтандыру мүмкін. Бірақ адамдар роботтармен бәсекеге түсу үшін soft skills жоғары болу қажет. Яғни эмоциялық интеллект, шығармашылық ойлау, тиімді қарым-қатынас орнату болашақта еңбек нарығында сұранысқа ие болатын басты дағдылар деп білеміз. Кез келген маманға қажетті 4 басты soft skills, 4К моделі. Бірінші, сыни ойлау, критикалық ойлау, ақпараттық сараптау, логикалық шешім қабылдау және кез келген жағдайды жан-жақты талдау қабілеті. Шығармашылық, креативті, стандартты емес ойлау, жаңа идеялар ұсыну және өзгерістерге икемді болу дағдысы. Үшінші, координация, топтық жұмысты ұйымдастыру, әріптестермен өзара әрекеттесу және ортақ мақсатқа жетуге бағытталған жұмыс. Төртінші, коммуникация, келіссөз жүргізу, ойды нақты жеткізу және тиімді байланыс орнату қабілеті. Бәсекеге қабілетті болу үшін техникалық білімді ғана емес, тұлғалық қасиеттермен бірге soft skills дағдыларын дамыту маңызды. 21 ғасырдың табысты маманы тек өз саласының шебері емес, сонымен қатар өз ойын еркін жеткізе алатын креативті және икемді тұлға болып қалыптасу қажет. Назар қойып тыңдағандарыңызға